1991 жылы алғаш веб-сайт шыққан кезде жаңа бір кезең басталған еді. Әуел баста V3 деп атала бастағанымен кейінірек 3W болып өзгертілді және бүгінгі таңға дейін осылай қолданылып келеді. Үлкен бір мәліметтер жинағына бүкіл әлемнің қолжетімді болуын көздеген алғашқы сайт осылай басталды және барлығы осы жерде басталған еді. 2000 жылдардың ортасына келгенде адамдар бір-бірімен интернетте чаттар құрып хабар ала бастады. Адамдардың көбі сол жерде жиналатын және бұны тек қана клавиатурадан шыққан сөздер арқылы жасайтын. Бірнеше жылдан кейін бейнелерді басқалармен бөлісетін алғашқы платформа YouTube'қа алғашқы бейне салынды. Бірнеше жыл ішінде қатты дамып кеттік деп айта аламын. Қазіргі таңда осындай үлкен бір өзгерістердің болуы өте жақын. Metaverse. Сөздің мағынасы басқа әлем деген сөз, яғни қазіргі өмір, сүріп жатқан өміріміздің виртуалды түрі деп айта аламыз. Мен бұған жалған шындық деп айтқым келеді, себебі осы сөз өте лайық сияқты. Марк Цукербергтің Фейсбукты мета деп өзгерткеннен кейін істер бүткілдей өзгерді. Адамдар бұл Metaverse деген не деп сұрақ қоя бастады. Metaverse койындары бірден жоғарылай бастады. Адамдар бұл сөзді интернеттен іздей бастады. Марк Цукербергтің кезінде адамдарды бір-біріне жақын ету үшін Фейсбукты құрғаны сияқты енді болса Metaverse'ке инвестиция салып жатыр. Тіпті Цукерберг компаниясының есімін Meta деп өзгертті. Болашақтың осы Metaverse'те болатынын ол да болжаған болса керек. Бұл Metaverse бізге не жаңалық алып келеді? Metaverse негізінде көптеген фантастикалық фильмдердегі сияқты шынайы өмірден қашуды негіздеген виртуалды өмір. Metaverse әлеміне кіру болса, виртуалды көзілдіріктермен орындалады. Мақсат барлық адамды осы виртуалды өмірде аватарларын жаратып, бір-бірімен байланыс құруына мүмкіндік жарату. Басқа тараптан қарағанда біз бұны көптен бері істеп жатырмыз. Ойнаған ойындарымызда әрі сөйлесіп, әрі SMS жазып, тіпті бір ойынды бірге ойнап жатырмыз деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ Metaverse дегеніміз басқа нәрсе. Бұл Metaverse деген әлемде ойындардан айырмашылық ретінде сол ойынның ішінде өзіміз боламыз. Біз сияқты етіп жасалынған аватарлармен виртуалды әлемге кіріп басқалармен кездесе аламыз. Өзіңіз ұнатқан әртістердің концертіне бара аласыз. Үйіңізде шай ішіп отырып, бір тараптан концертте боласыз. Шынайы өмір тұрған кезде не үшін бұл виртуалды өмірге концертке барайық дегендеріңіз болуы мүмкін. Мен үшін бұның екі маңызды себебі бар. Біріншісі ауырып қалғандар, қарттар немесе мүмкіндігі шектеулілерге өте ыңғайлы. Екіншісі болса, шынайы өмірдегіге қарағанда өте арзан болуы. Бірақ ірі компаниялар және өнер адамдары үшін мақсат көп. Адамды өзіне тарту болып саналады. 2020 жылы Трэвис Скотт есімді америкалық рэпер Fortnite есімді ойында виртуалды концертін берген еді. Бұны 12 миллионнан көп адам көрген болатын. Бұл адам сенгісіз дәрежеде көп деген сөз. Одан кейін 2021 жылы Ариана Гранде есімді әнші дәл осы ойында виртуалды концерт берді. Оған қатысушылар болса Трэвис Скоттан да көп болды. Тек қана концерт емес, театр, қойылымдар және адамдармен бірге жиналып не істеуге болатын болса, барлығын Metaverse'те істей аласыз. Негізінде ұзақ уақыттар бойы адамдар осыған ұқсас нәрсе туралы ойлап келеді. Мысалға Матрица фильмі. Матрица әлемінде Metaverse сияқты бір әлем. Бірақ ол жерде көзілдірік тағудың орнына басыңызға чип орнататын еді. Осыған ұқсайтын басқа ойын болса Player One. Өз отбасын жоғалтып, басқа отбасында өмір сүріп, ол отбасынан қысым көрген баланың бүкіл проблемалардан қашуы үшін Oasis атты ойын дүниесіне көзілдірік тағып кіреді. Бұл әрине Metaverse виртуалды әлеміне өте көп ұқсайтын бір фильм. Виртуалды шындыққа байланысты тағы да бірнеше фильмдер түсірілді, бірақ барлығы бір қиял болып қалды. Алғашқыда адамдар болуы мүмкін емес деп ойлаған болса да, Metaverse'тің пайда болуы мен бұл нәрсе жақын болашақта бізді күтіп тұрған сияқты. Metaverse негізінде виртуалды шынайылық, Web3 және блокчейннің дәл ортасында орналасқан деп айта аламыз. Және бұл виртуалды әлемнің ең маңызды бөлігі Web3, ал Web1 дәл осылай еді.
Ал веб 2 болса, қазіргі таңда қолданып отырған интернетіміз, бірақ осылардың ешқайсысы сіздің құқығыңызды 100% қорғай алмайды. Веб 3 болса, интернетте сатқан немесе сатып алған нәрселеріңіздің барлығына блокчейн арқылы иелік ете аласыз. Виртуалды әлем болса, әлемдегі ең мықты маркетинг алаңы болатын сияқты. Міне осылардың ортақ нүктесінде Metaverse виртуалды әлемі орын алады. Бір музыка немесе бір шығармашылық туынды блокчейн арқылы сізге тиесілі болып табылады. Нәтижеде Metaverse адамдарды өндіріске және одан ақша табуға үндеп жатыр. Бір қарағанда барлығы өте керемет болып көрінеді, солай емес пе? Бірақ барлығы бұл әлемде біз ойлағандай керемет болмайды әрине. Metaverse әлемінде сатып алған нәрсеңіз шынайы өмірде сатып алған нәрсеңіздей сенімді болмауы мүмкін. Себебі бұл істің хакерлер деген бөлігі де бар. Виртуалды әлем үшін және интернет әлемі үшін үлкен бір өзгерістер бізді күтіп тұр. Негізінде шынайылықтың шекарасы сіз ойлаған жерге дейін. Сіз бұл Metaverse әлемі туралы не ойлайсыз?